Тахауи Ахтанов күй аңызы. Әңгіме. Екі салт атты адырдың басына желе жортып шықты да, аттарының басын іркіп, алақан астынан алысты шолды. Төмен қарай көлбеп бара жатқан кең жазықтың шетінде мұнарды оқшау тұрған жалаңаш тау көрінді. «Анау Ипан тауы ғой», деді жас жігіт қамшысымен нұсқап. Жас жігіттің дауысы аңсағанын көргендей қуанышты шықты. Оның астында жалын өрген қылаң бесті, үстінде өңіріне зер ұстаған көк мақпал камзол, талдырмаш белін қызыл үдері белбеумен қынай буған, басында төбесін көк мақпалмен тыстаған құндыз бөрік. Тек ертұрманы ғана жұпынылау. Бір кезде көк сауырлап жез шегені тізілте қаққан ері басқа біреудің астынан ауысқан сияқты. Әбден тозып, бояуы оңып, жарғақтанып кеткен. Ердің артындағы ұзын қызыл қоржыннан шекпен қап кигізген домбыраның мойны шығып тұр. Оның қасындағы күрең атты, жасы 50 алқындырған, әдемі дөңгелек қара сақалды, биік дөңес мұрынды, кішілеу өткір қоңыр көзі, биік қабағының астында терең ұялаған қағілез кісі. Бұл осы өңірге аты кең жайылған естемес күйші еді. Ол маңдайына тосқан қолын түсіре берді де, етсіз салаулы саусағымен қамшысының ұшын қағып алды. «Бұл маңдағы ауыл көшіп кеткен ау», деді естемес ойланғандай бол. «Неге? Ауыл дейді, Ипанның етегінде қайнарда болар», деді жас жігіт. «Қыбыр еткен бір қара көрінбейді. Бұл ауылдың малы әрі Ипан аспай, бергі осы бозда жайылатын еді ғой». Жаңа ғана Ипанды көргенде балапандай талпынып сергіген жас жігіт енді басылып қалды. Мал көрінбейді», деді ол даусы солып. Естемес жас жігітке өңі жылып есіркей қарады. «Шашадың білем, оқасы жоқ. Ел болмаса да қайнарда ат шалдырып тыңайып алармыз». Ол сәл күрсінгендей болды. «Күйшінің өмірі осы. Қамшыны тастай беріп домбыра ұстайсың, домбырадан босап кетсе қолың тағы да тізгіндей болады. Солай, Оразымбет шырағым. Ал аттың терін басайық. Енді екеу асықпай аяңмен келеді». Естемес қайтадан сөз бастады. «Қарағым Оразымбет, маған ергеніңе жыл болып қалды. Құлағың сақ, қолың жүйрік жігітсің. Төбе жақсы күйші сен боларсың. Бірақ күйімді үлгі етсең де менің өмірімді үлгі етпе. Жас 50-ге келді. Менің өмірім тұрлаусыз болып барады. Қанша ел көрсем де, жер көрсем де, қайтып оралар бір қазығым жоқ. Жар сүймей, бала сүймей кетіп барам. Енді бір айналғанша қарттық келеді. Нағыз отбасының жылуын аңсайтын кез сонда болар. Естемес ауыр күрсініп қойды. Оразымбет ұстазын аяп кетті. Қабағы кірбеңсіз, көңілі ашық көрінген ұстазын іштей кемірген зор уайым бар екен. «Сізге қарты қайда еске? Әлі де біреуді айттыруға болады ғой. 60-тағы Түлкібайда былтыр қыз алған жоқ па?» деді ол ұстазының көңілін аулап. Естемес ащы мырс етті. «Аңғырсың ау әлі. Немді көріп құда түсем. Күйге қыз берген қазақты әлі көргенім жоқ». Осы әңгімеден екеуінің де көңілі жүдеп, үнсіз келе жатты. Кенет суалып қалған жырада жалғыз сынар көрінді. Жолаушылар үйреншікті мал емес, жапанда жалғыз қалған адам көргендей әлденеден тітіркеніп, аттарының басын тежеп, әркеліп қалды. Нардың түрі жүдеу, бүйірі солып, өркеші қамшылар жағына қисая бастаған. Тамыр қураған ағаштай семіп, кішірейіп бара жатқан ірі тұлғасы, күйіс қайырмай, қыбыр етпей тұрған мүсәпір бейнесі, әсіресе телмірей қараған жасқа толы үлкен мөлдір көзі екі күйшіге қатты әсер етті. Оразымбет үрпиіп қадалып қалған Естемеске бұрылды. «Еске, дұға оқып жіберіңізші. Елсіз далада мал кейпінде жын-шайтан жүреді деуші еді». Өз сөзінің соңын көміп нар боздап қоя бергенде Оразымбет «Астағфиралла» деп көбірлеп кеудесін ұстады. Ішінен дұға оқып тұрма, әлде айуанмен үнсіз тілдесіп тұрма, Естемес бұған бұрылған жоқ. Нар аяғы жерге кіріп кеткендей ырғала ауыр қозғалып бұрылды да теңселе аяңдап кете берді. Төбе қиқаны шымырлатып, зарлап боздап барады. «Ботасы өлген бозінген», деп көбірледі Естемес атын тебініп қозғала беріп. Ойнан енді ғана сергіп Оразымбетке бұрылды. «Көрмейсің бе, ботасы өлген ғой аруананың, зарғандай ащы еді. Түйе деген жануар баласын адамнан артық жоқтайды. Мен қорқып қалдым», деді Оразымбет шынын айтты. «Кесі шығар жануар». Естемес тағы да үндемей қалды. Көзі өткір жылтырап, өңі қоқыл тартып алысқа қарайды.
Желе жортып кеткісі келген Оразымбет те оның өңіндегі құбылысты танып, атының тізгінін тартты. Естемес аз уақыт үн шығармай іште еңілдап, толқып келе жатты. Кенет атының шылбырын Оразымбетке тастай беріп, қолын кейін созып, қызыл қоржындағы домбырасын суырып алды. Естемес домбыраның құлағын бұрап күйге келтіріп алып, машықта үнмен қағып жіберді. Епті ұзын саусақтар пернені жоғарыдан төмен бірнеше қайтара жүгіріп өтті. Бірақ мұның бәрі жаттанды сарын еді. Аздан кейін күйші қолы күрмеліп қалғандай, бір пернені басып жалғыз шекті шерте берді. Белгісіз тың әуен дүниенің табалдырығынан аттап өте алмай қиналған түрі бар. Оразымбет те демін ішіне тартып, ұстазының дидарына ынтыға қарап қалған. Жаңа бір күй сарайының есігін ашқанша асыққан сабырсыздық бар өңінде. Ат жалына еңкейіңкіреп барып, Естемес ырғалып, кеудесін көтере беріп тың күйді бастап кетті. Майда ырғақты жұмсақ әуен бояуы оңып кеткен шүберектей күзгі қоғыл даланың үстінде қалықтай берді. Сәл бәсеңдеп барып домбыраның кеудесінен екі шырғалып әрең суырылып көтерілді де, ар жағы мұңды сазға майда ырғаққа ауысты. Көңілі жүдеу бейшараны жұмсақ алақанмен маңдайынан сипап, алыстағы бір болмашы үмітті нұсқағандай елес берді. Күй шымшымдап ішке кіріп, көңілді босатып, қабақ астында қатып қалған жасты жібітіп, енді бір кез майда рахат самалымен желпіп сергіткендей болады. Оразымбет тарамыс денелі, қатқыл өңді, егде кісіден дәл осындай жүрек қылын шертетін нәзік күй шығады деп ойламап еді. Ол ұстазының бетіне қарап, оны жаңадан көргендей болды. Терең әжімді, ашаң жүзіне жастық балғын нұр жүгіріп, кішілеу өткір көзі дымқыл тартып, Естемес балқып тұр екен. Салалы ұзын саусағы буынсыз болып кеткендей, жібектей майысып, жыбылдап барады. Жаңағы бір сезімтал майда әуенді қайталап келіп, енді көтеріле бергенде өрге шыға алмағандай тайғанақтап, күй сазы қайта шегінді. Тағы бір-екі рет талпынып барып булығып қалды. Естемес ыза болғандай домбыраны қатты бір қақты да, бұрылып артындағы қоржынға салып қойды. Күйге еліккен Оразымбет ұстазының қолынан ұстай алып, «Еске ар жағым», деді дауыстап. Естемес иіліп атының тізгінін қолына алды. «Ай шырағым-ай, мені қинайтыны да сол ар жағы ғой. Бұл өзі көптен көңілді тербеп жүрген бір күй еді. Дәл осы арадан аса алмай-ақ қойдым. Қашан кемеліне келтіргенше, күйді көп алдына салмаған жөн. Халықтың құлағын қажаған күйші күйден садаға кетсін. Қашаннан әдетім, күйімді әбден нақыштап болғанша жанға естіртмеуші едім. Ең аяғы қасымдағы жолдасым сенен де бүгіп, осы күйді оңаша толғап жүрдім. Жаңағы бір оқиғаның қозғап жібергені ғой. Ар жағын алып кетем бе деп едім. Әлі де бір түртке жетпей жатыр-ау. Естемес көңіл толқуын баса алмай аз бөгеліп, қайтадан сөйлеп кетті. Күй дегенде ойдан туады. Қолың қанша жылпылдағанмен, көңілің қуыс болса күй шықпайды. Жаңағы жарты күй осы жасқа келгенше ойланып, толғанып, түйгенім сияқты көрінеді өзіме. Қам көңілді жұбатсам деген бір арман еді. Естемес ауыр бір күрсініп, ойынан қалт сергіді. Нарымыз ұзап кетті ғой, қане, сол ойсыл қараның соңынан ерелік, бір қараға жеткізер, күйшақтың тебінді. Нар соңынан әудем жер ерігіп отырғанда, екі атты Ипан тауының бергі ылдидағы қайнарда жұпыны ғана жалғыз қараша үйді көрді. Нар үйге жеткенде басына үкілі тақия киген талдырмаш денелі қыз шығып, бұйдасын шешіп, есік алдындағы қазыққа байлады. Екі атты да сау етіп келіп, қарбала сау деп аттан түсті. Қыз бала қаймықпай жолаушылардың қасына келіп, ізетпен үйге шақырып, Естеместің тізгінін белдеуге өзі байлады. «Әкемнің ұлы жоқ, айып етпеңіздер», деді даусы сыңғырлап. Даусының әдемісін-ай, құлақты қытықтап барады. Әрі еркін, әрі ибалы мінезі де оңды екен, деді Естемес ішінен. Түндігі бүркеулі қара көлеңке үйдің ішінде жалғыз шалдан басқа адам жоқ екен. Ол орнынан тұрып қонақтардың сәлемін алып, екі күйшіні төрге отырғызды. «Жаңылай қалқам, түндігі ашша», деді ол дауыстап. «Ал жол болсын шырақтарым. Әлей болсын, біз ел аралап жүрген күйші боламыз. Менің есімім Естемес, мына жігіт Оразымбет күйші. Өзімде шармытып отыр едім. Ана жылы ел осы қайнарда отырғанда, екі күн күй тартып құлақ құршын бір қандырып кетіп едің-ау». Осы кезде жаңыл кіріп, төменгі жаққа келіп отырды. Естемес қабақ астынан қыздың тұлғасын шолып өтті. Жасы 16-17 шамасында болар. Қою қара қасты,
мөлдіреген қара көзді, дөңгелек жүзі, қара торының сұлуы екен. Үстіндегі жалаң көк көйлегі тозған, шынтағындағы білдіртпей салған жаумауында күйші көзі шалып қалды. Әттең, үлдемен бүлдеге ораса жанып-ақ кетер едің-ау, деп қойды Естемес ішінен. Шал арғы ел, бергі елдің хабарын сұрастырып отырғанда да күйші пейілі түсіп сөз арасында қызға қарай берді. Тіпті бұл үйдің жолаушыларға сусын ұсынып, қазан астына от жағуды ұмытып кеткені де есіне келмеді. Шал аз уақыт тұйықталып төмен қарап отырды да бір кезде басын көтеріп: «Естемес шырағым», деді. «Өлімнен ұят күшті. Сен келгезден бір тостаған су тауып бере алмай жерге қарап отырмыз». «Жоқ, ақсақал, сіз қиналмаңыз». «Неге қиналмаймын қарағым? Биылғы жұт елді титықтатып кетті ғой. Арқалайтын да, асырайтын да жалғыз нарымыз анау жатқан. Ауыл көшерде бошалап кетіп ботасыз қайтты. Су алып қалды, қаңсытып таңдайды кептіріп отыр», деп шал ауыр күрсінді. Содан кейін қызына бұрылды. «Жаңыл қалқам, қайнардан су әкеліп бер, қонақтар шөлдеген шығар». Жаңыл иіліп тостағанмен суын ұсынғанда Естемес тағы да ұзағырақ қарады. Қыз көзіне көзі түсіп кеткенде жүрегі бүлк ете қалды. «Сақалды басыммен сабырдан айырылғаным қалай?» деп кейіді өзіне. Бірақ көңілі құрғыры әлденеге талпынып алып барады. Сонау бір жастық шағы қайта оралғандай еліге құмартады. Талайдан аңсағанын көргенде көз жазғысы келмейді. Атастырған адамы болмас, өйтсе шалды жұртқа тастап кетпейді ғой. Және ұзатылатын да уақыты жеткен ғой, деді ойлады ішінен. Күйші осы күнге дейін аумалы төкпелі халге түсіп, қыл үстінде тұрғандай қалтырайды. Кім біледі, жер ортасында асқанда Тәңірінің сарғайтып барып бұйыртқаны осы болар, деген ой оған тіреліп, қатты ауытқиды. Көңіл аптығын басу үшін Естемес домбырасын алып, ақырын шерте берді. Ойланып қалған шал басын көтеріп алып тағы да тіл қатты. «Апырмай, осы мал жарықтықтың күйге елігетіні болады деуші еді. Естемес шырағым, өнеріңді салып көрсең қайтеді. Хақтағалы көз жасымызды көрсе кім біледі, нарымыз иіп кетер. Салт өнеріңді қарағым, қолымнан келсе не сұрасаң да берейін». «Не сұрасам да бересіз бе?» деп Естемес жалт етіп Жаңылға қарады. «Беремін қарағым». Жаңыл сытылып үйден шығып кетті. «Ақсақал, сіз де елде жоқ қолқа салып отырсыз, мен де елде жоқ қолқа салайын. Осы күнге дейін жар сүймей келе жатыр едім». Шал Естеместің қолқасын түсініп төмен қарап ойланып қалды. «Апырмай, мынауың шынында да елде жоқ қолқа екен», деп ол сәлден кейін. «Ай, бірақ сен де бір азаматсың ғой, баламды жоғыр қылмассың, сөзім сөз, өнерің жетсе тілегіңді бердім қарағым». Осы кезде Жаңыл есіктен қарап: «Екі күйші өнерлеріңді бірдей салыңдар», деді. «Мейлі болсын, қане Жаңыл қарағым, нәріңді тұрғызып шелегіңді тоса бер», деп Естемес домбырасын ұстап орнынан тұрды. Жаңыл нарды үйге жақынырақ әкеліп байлады. Шал тулақ алып шығып нардың астына төседі. Естемес кепкен шандырды жібіте алар ма екем деп сынағандай нарды шолып өтті. Түйенің ендігі түрі манағы көргеннен бөлек. Балшықтан құйғандай денесінде қыбыр еткен тірлік белгісі жоқ. Басын манағы келген жағына бұрып, сонау алыс адырда құрғақ, жансыз көзін қатып қалған. «Апырмай, мына жануарды жібіту қиын болар», деп секем алып қалды Естемес. Осы кезде Жаңыл келіп түйенің мойнынан құшақтап басын сипады. Нар сонда ғана селт еткендей болды. Естемес көзі тағы да Жаңылға түсті. «Мал баласына осылай пейілің түскені, жаста болсаң аса мейірбан боларсың», деп ойлап, күйшінің іші жылып кетті. Жаңыл қарындағы шелегін алып, түйенің желіне тосып саууға ыңғайланды. Күйшінің жіті көзі қыздың әр қимылын қапысыз бағады. Бай ауылда күң, сауыншы аталатын еңбек әйелінің әр қимылында жарасымдық, ширақтық, әсем ептілік барына сүйсіне қарайды. Жаңыл бұрылғанда байқады, қыз жүзін ай бетіндегі мұнардай бір мұң шалып тұр екен. Естемес ішінен: «Қасымда тұрсаң да алыстағы арманым екенсің, күй қанатымен қуып көрейін», деп Жаңылға телміре қарап сәл тұрды. Күйші жүгіне беріп, «Я сәт», деп домбырасын қағып жіберді. Жасы ұлғайып, қимылы ауырлап кеткен ұстазының жас жігіттей құлшынып шыға келгеніне Оразымбет таңырқай қарады. «Бір жылдан бері мен аңдамаған мінезі осы күн көрсетті-ау», деп ойлады. Әншейінде жайғасып малдасын құрып, тіпті шынтағына жастық қойдырып тартатын күйші қазір бір тізерлеп жүгіне отырып кетіп сілтей жөнелді. Домбыраны қатты қағып, нарды бір елең еткізіп алды да күйді бастап кетті.
Алғашқы ырғағынан ақ Оразымбет бұл жол үстіндегі өзі тыңдаған күй екенін танып, есек-ай, манағы тірелген жерінде тағы да құлап қалмаса не қылсын деп сескеніп қалды. Бірақ Оразымбет бұл күдігін тез ұмытты. Ол енді алғашқы рет тосын күй тыңдағандай көз шарасы үлкейіп, ерні түріліп елтіп қалған. Күйшінің мына тартысы бөлек еді. Енді манағы мұңдәуеннің мағынасы артып, аяғы арманға ұласып барады. Жібек сазды ырғақтың арасында домбыра ақырын ғана күрсініп алғандай болды да, қайтадан сергіп, балапандай талпынады. Оразымбет лыпылдаған қанат сусылын естігендей де болар. Діріл қаққан күй тарауы майды қоңыр сазды сарынға ауысты да, ақырындап көтеріле берді. Күйшінің саусағы домбыраның сақасына таман келіп, безік қағып, күй аз бұлқынып жарға өрледі де, суырылып барып асқақтап жүріп кетті. Күйшінің қиналған жерден өтіп кеткенін сезген Оразымбет, ақ сабазың шыңыраудан суырып шығардау деп сүйсінді. Алдынан кең өріс, алыс қиян ашылғандай оның да бойы сергіп қалды. Естемес күйгелегіп өзге дүниені ұмытып кетті. Талайдан бері арқаны құрыстатып, кеудені кернеп, булықтырып жүрген нәрсе түйені шешіліп, қыртысы таралып, жанын сергітіп, әсем сазды күй болып дүниеге келіп жатыр. Сарылып іздеген оңай табылып, шиеленісіп қинағаны тез шешіліп, күйші көңілі де күй қанатын ілесе алысқа самғады. Сәл иіліп, талдырмаш тұлғасы әсем майысқан қыз бұлдырап алыстап, биіктеп кетеді. Сонау көкжиектен сағым арасынан сыңғырлап күліп, еліктіре шырқағандай болады. Күйші көңілі соған талпынады. Естемес қиялынан сергіп нарға қарады. Нардың тақырдай қатып қалған қайыс жоны жұмсарып, қан жүгіргендей. Денесі тірінінде тіршілік дірілі еніп, бір-екі рет қозғалып теңселгендей де болды. Жаңағы қадалған қырқадан басын бері бұрып, үлкен көзі жасқа толып жаудырап тұр екен. Күйші осы кезде күй ырғағын баяулатып келіп, ақырын дірілдетіп көрді де, ботадай боздатып жіберді. Анадан айырылған жас ботаның алғашқы зарлы үні үзіліп-үзіліп шығады. Аруана осы тұста бір ыңырайды, Естемес оны да домбыраның ішегіне іліп әкетті. Күйші көзі жаңылға түсті. Қыз нардың емшегін қысып ұстап қатып қалыпты. Апыр-ау, бұл неге саумай тұр деп ойлады Естемес. Нардың желіні тырсиып барады. Сәлден кейін жалт еткен арманнан айырылып қалғандай күй тағы бір талпынды. Естемес жаңылға енді бір қарағанда сығымдап қысқан сүйріктей ақсаусақтың арасынан шым-шымдап сүт тамып барады. Күйшінің де көзінен жасы тамып кетті. Заманың өткен екен ғой деп ақырып жалт бұрылды да, аржағын сен тарт деп саңқ етіп домбыраны Оразымбетке тастай берді. Оразымбет домбыраны қағып алып жалғастырып тарта жөнелгенде, нардың сүті де шелекке сауылдай құйыла берді. Біз қайдан білейік, ел нар идірген күйі осылай туыпты деседі.